өлшем түрі, ол шалбардың өлшемі. Шалбардың өлшемдерінің арасында сізде юбкаға қолданған 4 өлшемде қолданылады. Біріншісі жәнегі белдің өлшемі, бөксе өлшемі, бөксе биіктігі және бұйымның ұзындығы. Бұйымның ұзындығы бұл жерде белден тек полға дейін алып аласыздар. Одан кейін қажетті объемға дейін тігіп болған соң қысқартуға болады. Так, қазір қайтадан сіздерге белдің өлшемін қалай алу керектігін көрсетемін, өйткені оған байланысты тағы да өлшем түрлері бар. Беліңізді бірінші өткізіп аламыз. Так, одан кейін шынтақты бүгіп, нақтылығын тексеріп аламыз. Екі жағымыз турай түсу керек. Тауып алдық. Так, осы нүктені қазір белгілеп қоямыз. Нығыздап белгілеп алдық. Келесі өлшем бізде бөксе өлшемі. Оны да жәнегі сияқты юбкадағыдай ең үлкен жемен белгілеп аламыз. Қырмен тұрсам. Одан кейінгі бөксе биіктігі. Белдің нүктесінен бөксеге дейін өлшеп аламыз. Бұл жәнегі сіздің юбкаға қолданған өлшемдеріңіз. Келесі өлшем бізде орындықта отырып өлшенеді. Орындықтағы өлшемді алу үшін клиенттің белінде тұрған жібіңізге немесе сантиметрлік лентаға өзіңіздің өлшеп жатқан сантиметрлік лентаны қойып аласыз. Одан кейін орындыққа дейін жеткізесіз. Бұл жерде өлшеген кезде адамның отырған отырысында төмен қаратай формасымен бірақ кетіп қалу міндетті емес, тек ұзындық орындыққа дейін ғана жету керек. Мысалға бізде орындыққа дейін 27-30 см аралығында болу. Одан кейінгі өлшем бізде екі аудың ортасын өлшейсіз. Яғни сізде шалбарыңыздың ауының формасы жақсы келуі үшін бірінші сантиметрлік лентаны тізе жақтан өткізіп аласыз. Так, қырмыздан тұрсын. Артқы жақта омыртқаңыздың нүктесінен белде тұрған сантиметрлік лентаны қойып аласын. Так, одан кейінгі мына жақта кіндіктің бойында тұрған сантиметрлік лентаға дейін жеткізесіздер. Осы екі ара қашықтық сізде шалбардың ортасының өлшемі болады. Шалбар балансы деп аталынады өлшем. Келесі өлшем ол бізде тізеге дейінгі ұзындық болады. Тізеге дейінгі ұзындықта сіз беліңіздің мықын жағыңыздағы өлшемді аласыз, яғни алдыңыздан немесе артыңыздан өлшеген тізе ұзындығы сізге жарамсыз. Беліңізді белгілеп аласыз, төмен қаратай түсесіз, тізені сәл алдыға қаратай шығарып, тізенің нүктесін қақпағынан белгілеп аласыз, қайтадан түзу қоясыз. Осы жерге дейінгі жеткен ұзындық сізге тізеге дейінгі ұзындық болады. Бұл бірінші өлшем. Одан кейін тізеге қатысты екінші өлшем бар, ол тізе айналымы деп аталынады. Ол кезде бір тізеңіздің жалпы ұзындығын айналымы қанша болады, соны есептеп аласыз. Мына сияқты кең шалбарлар тұрса, міндетті түрде оны қатты қыстырып, тізенің қақпағына өлшемді қойып аласыз, қатты қыстырып, есептеп көресіз. Мысалға 35. Шалбарда жалпы 8 өлшем болады. Егер өлшемдерге байланысты қандай да бір сұрақтарыңыз туындаса, маған жазсаңыздар болады.